Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі құқық негіздері және еңбекті қорғау пәні бойынша дәрісіміздің тақырыбы мәміле ұғымы және оның түрлері. Бүгінгі сабағымызда мәміле дегеннің не екенін білеміз. Мәміле мен келісімшарт ұғымдарының ара жігін ажыратамыз. Мәміленің белгілерін анықтай отырып, нысаны мен шарттарына, олардың жарамсыздығына және мәміленің түрлеріне түсінік береміз. Заңды белгілердің негізгі түрлері мәмілелер болып табылады. Сонымен қатар азаматтық айналым саласында үздіксіз қарым-қатынас жасауды және оларды үздіксіз дамытуды өз кезегінде мәміле қамтамасыз етеді. Мәмілелерді азаматтар мен заңды тұлғалардың азаматтық құқықтар мен міндеттемелерді белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған әрекеттері деп таниды. Демек, мәміле субъектілердің мақсатқа бағытталған әрекеттері болып танылады. Олардың тікелей мақсаты азаматтық құқықтар немесе міндеттерін қалыптастыру. Мәміле заңды рұқсат етілген көп реттерде заң қолдап отыратын іс-әрекет. Күнделікті өмірде мәміле термині қоғамның кейде теріс бағалайтын әрекеті деп те аталады. Бұл қолданыс оның заңды мәнімен сәйкес келмейді. Мәміле заңдылық белгілері бойынша мақсатты бағытталған құқыққа жат әрекеттерден, яғни басқа адамдарға зиян келтіретін әрекеттерден ерекшеленеді. Мәміленің қажетті сапасы ретінде әрекет заңдылығы мен мәмілелердің барлық түрлерінің заңмен қарастырылуын талап етпейді. Керісінше, заңмен қарастырылмаған мәмілелер болуы мүмкін. Олар заңға қайшы келмеуі, тыйым салулары бұзбауы тиіс. Заң, мысалы, демеуші мен оған көмектесетін адамдар арасындағы шартты қатынастарды реттемейді, бірақ мұндай шарт толықтай болуы мүмкін. Бұдан басқа, азаматтық кодекстің 381 бабында заңда көзделген әртүрлі келісімшарттардың элементтерін қамтитын аралас келісімшарттарды жасауға мүмкіндік береді. Осындай типтік келісім инвестициялық келісім болып табылады. Ал мәмілелер деп отырғанымыз саналы түрде жасалатын әрекеттер. Бұл мәмілелерде ерекше етуші тұлғалардың еркі байқалады. Бұл мәмілені жасаған тұлға еркінің ішкі мазмұнын және сыртқы көрінісін ажырата білуі қажет. Мәміле белгілері алдарыңызда тұрған сызбада: еріктілік актісі мақсатты бағытталған әрекет бойынша, заңға қарсы келмейтін құқықтық әрекет бойынша, азаматтық құқықтық қатынастардың туындауына, өзгеруіне, тоқталуына бағытталған әрекеті бойынша, құқықтық факті, яғни мәміле жасауға ықпал ететін нақты өмірлік жағдай бойынша белгілері қалыптасқан. Мәміле әрдайым ерікті білдіру болғандықтан, оларды заң еркіне заңдық маңыз беретін тұлғалар ғана жүзеге асыра алады. Демек, әрекетке қабілетсіз азаматтар мәміле жасай алмайды. Ал әрекет қабілеттілігі шектеулі адамдар заңмен рұқсат етілген мәмілелер жасауға ғана құқылы. Бұл Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 22 және 23 баптарынан көрсетілген. Мәміленің негізгі заңды болуы және орындалуы тиіс. Әрбір келісімшарт ол мәміле, бірақ әр мәміле келісімшарт емес. Күнделікті және тіпті ресми тәжірибеде келісімшарт терминдермен де белгіленеді. Мысалы, келісімшарт тараптардың келісімі, бірақ бұның барлығы келісімшарттар. Ал келісімшарттар мәмілелер санының басым бөлігін құрайды. Мәміленің нысаны мен шарттары қалыптасқан. Мәміле нысаны деп отырғанымыз бұл мәміленің жасалуына бағытталған ерік білдіруді тіркеу әдісі болып табылады. Мәміленің жазбаша, ауызша және басқаша нысандары қалыптасқан. Ал мәміленің жазбаша нысаны кәсіпкерлік қызмет барысында жүзеге асырылатын мәміле. Мұндай мәміле оның мазмұнын білдіретін және мәміле жасайтын тұлғалар қол қою арқылы, құжатты рәсімдеу арқылы жасалуы тиіс. Жазбаша мәмілелер қарапайым жазбаша мәміле және нотариалды жазбаша мәміле болып екіге бөлінеді. Қарапайым жазбаша мәміле нотариалды куәландырусыз жүзеге асырылатын мәміле. Мысалы, оған компьютер сатып алу және сату туралы мәмілелерді жатқызамыз. Ал нотариалды жазбаша мәмілеге нотариалды куәландыру арқылы жасалған мәміле. Мысалы, ақша несиесіне арналған мәмілелерді жатқызуымызға болады екен.
Мәміленің ауызша нысаны бұл заң немесе тараптардың келісімі бойынша жазбаша не өзге де арнайы нысанды қажет етпейтін келісім. Мәмілелер ауызша болуы мүмкін. Тараптардың келісімі бойынша жазбаша түрде жасалған шартты орындау үшін жасалған мәмілелерді ауызша түрде жүзеге асырылуы мүмкін. Сонымен қатар мәміленің биржалық мәмілелер түрі қалыптасқан. Биржада айналымға жіберілген мүліктік туралы биржадағы сатылым қатысушылары жасаған мәмілелерді айтамыз. Бұл мәмілелер Қазақстан Республикасының биржалар, яғни тауар, қор және басқа да биржалық сауда ережелеріне сәйкес жасалуы керек. Мәмілелердің басқа нысандары деп бұл конклюденттік әрекеттермен үндемей қалу жолын айтады. Бұндағы конклюденттік әрекет адамның нақты әрекеті кез келген адаммен заңды қарым-қатынас орнатудағы оның еркін білдіреді. Ал үндемей қалу заңдарды немесе тараптардың келісімінде көзделген ретте мәміле жасауға ерік білдіру деп танылады. Мәмілелердің жарамдылық шарттары бұл 4 топқа бөлінеді. Заңды қатысушылардың әрекет қабілеттілігі, еркін және ерік білдіруінің сәйкестігі, мәміле нысанын сақтау. Мәміленің жарамдылық шарттарының бірінші тобын мәміле мазмұнына қатысты шарттар бұл заңдылық құрайды. Яғни мәміле заңға тәуелді актілерге және кез келген басқа да құқықтық нормаларға сәйкес болып оларға қайшы келмеу керек. Қазақстан Республикасының Конституциясының 4-ші бабында Конституцияның ең жоғарғы заңды күші бар екендігі және республиканың бүкіл аумағында тікелей әрекет ететіндігі айтылған. Екінші топ бұл мәміле қатысушыларының әрекет қабілеттілігі не байланысты шарттардан тұрады. Мәміле жарамды болу үшін оны құқық қабілетті тұлға жасауы керек. Мәмілеге қатысатын кез келген азамат әрекет қабілетті болуы тиіс. Алайда мәміле қатысушылары әрекет қабілетсіз адамдарда болуы мүмкін. Мұндай жағдайда бұл мәмілені олардың заңды өкілдері жүргізуі тиіс. Ал ішінара шектеулі және шектеулі әрекет қабілетті адамдар мәміле жасауда ата-аналарының немесе қамқоршыларының келісімін алуы тиіс. Үшінші, бұл ерік пен еркін білдірудің сәйкестігі шарттарынан тұрады. Соңғылар мәміленің мәні болып табылады. Мен нені қалаймын деген сұраққа ерік жауап береді және ол үшін не істей аламын, яғни еркін білдіру белгілі бір құқықтар мен міндеттерді білдіреді. Осылайша мәміле қатысушысы құқықтық нәтижеге қол жеткізуге үлкен ниет білдіріп отырады. Шарттың 4-ші тобы бұл мәміленің нысанын сақтауға қатысты. Келісім күшіне енеді және ол жасалған сәттен бастап тараптар үшін міндетті болып табылады. Мәміленің жарамсыздығы, яғни Қазақстан Республикасы азаматтық кодексіндегі мәмілелердің жарамсыздығына қатысты ережелер императивтік сипатқа ие. Бұл дегеніміз, оларды ешкім ешқандай жолмен өзгерте алмайды деген сөз. Мәміленің 2 тобы бар, ешбір мәні жоқ мәмілелер, даулы мәмілелер. Мәміленің жарамсыз деп танылу негіздері бұл қажетті рұқсат алмай жасалғанда, сот жарамсыз деп танығанда, 14 жасқа толмаған жасөспірімнің жасаған мәмілелері, бұлар ешбір мәні жоқ мәмілелер болып саналады. Ал екінші топ бұл даулы мәміле, яғни бұл даулы мәмілеге 14 жасқа толған, бірақ кәмелеттік жасқа жетпеген жасөспірімнің оның заңды өкілдерінің келісімінсіз жасаған мәмілесі. Ақыл-ойы мен төмен жан ауруының салдарынан әрекетке қабілетсіз деп танылған тұлғалардың жасаған мәмілесі. Елеулі мәнге ие болатын жаңылыстың нәтижесінде жасалған мәмілені сот жарамсыз деп таныған жағдайда және алаяқтық, зорлық, зомбылық қатердің әсерімен жасалғанда мәміле жарамсыз болып табылады екен. Келесі сұрағымыз бойынша бұл мәміленің түрлері. Мәміленің тараптарының саны бойынша бір жақты, екі жақты және көп жақты болып бөлінеді екен. Бір жақты мәмілені жасау үшін бір жақтың еркі жеткілікті, мысалы өсиетнама құрастыру, мұрадан бас тарту, жалға берушінің жолға беру шартынан бас тартуы және тағы басқаларды жатқызамыз. Ал екі жақты мәміле, бұл мәмілені жасау үшін екі жақта өз еркін білдіруі қажет.
мысалы сатып алу, сату шарттары. Ал көп жақты мәміле бұл мәмілені жасау үшін екіден астам тарап өз еркін білдіруі